Амансыздар ма оқырмандар? Баршаңызға рахмет. Арнама жазылған, лүпіл басқан, әрбір жанға алғысым шексіз. Сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Әр істеріңізге береке берсін. Қуанышты күндеріңіз көп болсын. Аман болыңыздар. Ана әлемдегі ең ардақты да аяулы жан. 9 ай құрсағында көтеріп, жүрегінің астында жатқан нәрестесінен барын да, нарын да аямайтын ананың адам өміріндегі орны ерекше. Гүлдің жайқалып өсуі үшін су мен ауа қаншалықты қажет болса, баланың дұрыс жетілуі үшін де ата-ананың қажеттігі басым. Бізге жарық дүние сыйлаған анаға не сыйласа да аздық етеді. Меккеге 7 рет арқалап апарғанның өзінде қарызын өтей алмассың. Себебі ана сияқты бақытыңды ойлап, табаныңа кірген тікенді маңдайыңа кіргенін қалайтын адам жоқ. Шын бақытыңды ойлап, жанын құрбан етуге даяр жалғыз адам ол ана. Ана үйдің берекесі, қыз баланың өнегесі, шаруаның несібесі. Ананың көзінен нұр төгіліп, жан жағына шуағын төгеді. Осы шуақпен жылынып, асыл ананың құшағында мейір алып жүрген біз алтын ананы мәңгі қастерлеп, еңбегін бағалайықшы. Себебі адам өмірде адам болғысы келсе, алдымен ананы қастерлей білу керек емес пе? Өмірде ана алақанының қызуы мен әке-шеше мейірімін тоя жеген тамақ та, шипасы күшті дәрі де алмастыра алмайды. Осыдан жарты ғасыр бұрын ғалымдар жүргізген бір қарапайым тәжірибе осыған дәлел болса керек. Ғалымдар аналарынан айрылған маймыл балалар үшін 2 қуыршақ маймыл ана жасап, бірінің омырауынан сүт жұғатын, денесі қатты да суық етіп, екіншісінің омырауынан сүт жұқпайтын, бірақ денесін жылы да жұмсақ етіп жасаған екен. Маймыл балалары сүті бар, денесі қатты қуыршақты емес, сүті жоқ болса да, денесі жұмсақ қуыршақты ана ретінде қабылдап, соның бауырына тығылған. Міне, сонда кімге болса да бәрінен бұрын керегі мейірім ана құшағы ғана. Ананы аспандағы ай мен күнге, жарық жұлдызға, баға жетпес асыл заттарға теңеу дәстүрі де өз тілімізде берік қалыптасқан. Олай болса, анаңды қалай сыйласаң, өз балаңның анасын да солай сыйла. Барлық әйел затына, тіпті жас нәресте қызына да құрмет көрсет. Оларға қолдан келгенше қамқорлық жаса.